Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Жаке продакшн арнасы. Сіздер видео түсірген кезде мынандай сұрақ қойған боларсыздар: видеоның екі жағына немесе фонға қалай сурет қояды деп. Бүгін сол сұраққа жауап беретін боламын. Ендеше кеттік. Мысал ретінде екі программаға көрсететін боламын. Бірінші KineMaster, екінші Power Director. KineMaster бағдарламасында кіресіздер, мультимедиа басасыздар, өз видеоларыңызды осы жерге қосасыздар. Қосқаннан кейін мінекей көріп отырсыздар, екі жағы қара фон болып тұр. Оны құрту үшін біздер слой басамыз, мультимедиа, одан кейін өзімізге қажетті суретті аламыз. Ертең мысалы мына сурет алдық, одан кейін мына қайшының қасындағы батырманы басамыз. Сол жаққа батырмасын басып, мына жерге өзіміз икемдеп қоятын боламыз. Окей. Одан кейін суреттің үстінен басып, слойдың үш нүктені басып, дублировать батырмасын басамыз. Басқаннан кейін астыңғы суретті басып, тағы да мына батырманы басып, енді оң жаққа қоятын боламыз. Тағы да ептеп осылай кетіріп қоямыз. Окей. Мінекей бар болған осы. Келесі программаға көшейік. Келесі программа Power Director. Power Director бағдарламасында бұл процесс өте оңай жүреді деп айтсам да болады. Біз ең бірінші өзіміздің қоятын фонымызды ашып аламыз. Яғни, мінекей мына музыка мен видеоның эмблемасын, яғни иконкасын көріп тұрған боларсыздар, соның үстінен басамыз. Одан кейін өзіміздің фонымызды мына үстіне суретті басып таңдап аламыз. Қазір көреміз. Мінекей қосамыз, шығамыз. Мінекей көріп отырсыздар. Одан кейін мына слойды басып, видео дегенді басып, өзіміздің видеомызды осының үстінен қоямыз. Мінекей көріп отырсыздар. Осылған кезде осылай үстінен видео суреттің үстінен шығады. Ол KineMasterге қарағанда әлдеқайда оңайырақ. Сондықтан да осы бағдарламамен қолданыңыздар. Сіздерге видеоны ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.